Кеш жарық, құрметті әріптестер, 8-ші сыныпқа арналған керемет ашық сабақтың үлгісін көрсеткім келеді. Көпбұрыштың ауданы, яғни оқу мақсаты 8-1-3-11, 8-1-3-12. Осы екі оқу мақсатына арналған сабақты ұйымдастыру кезеңі ынтымақтастық ахуалға жасампаз және жаңашылдық айығыз ақпанай соған байланысты осындай керемет сұрақтар бар. Яғни сөйлемді толықтырып, оқушылар өздерінің идеяларымен, фантазияларын қосып сұрақтарға жауап береді. Сосын роботтар әдісі арқылы 3 топқа бөлінеді. Принтер әдісі арқылы үй жұмысын тексереміз. Миға шабу әдісіне жалпы сыныпқа сұрақ қойылады, есеп соны шығарып келеді. Сосын тақтада экранда тексересіздер. Оқулықпен жұмыста топтық жұмыс орындалады. 3 бұрыштарға байланысты жауабы сосын экраннан шығарасыз слайдтан. Оны қырық бересің тапсырмаларда. Өте қызық, ойланатын есептер. Одан кейін жұптық жұмысқа сараланған есептер әдісі. Бұл жерге параллелограмм ауданын табуға тапсырмалар бар, яғни 40 бересіз, оқушылар шығарады. Тақтаға жаздырсаңыз да болады. Одан кейін жеке тапсырмаларға ой додасы, бұл оқулықтан алынған, мына есептерді бересіз. Осы есептерді, яғни үшбұрыштың қабырғалары арқылы ауданын тауып, осы формуланы қолданып, Герон формуласын қолданып шығаратын болады. Ең соңында сабақты бекітуге Kahoot ойыны, бұл жерде параллелограммның аудандарына есептер алынған, мұнда жауаптарымен тұр. Енді қамыжыдан кейін сіздерге слайдын ақыл додасын көрсетейін. Бұл бізде жеке жұмысқа түседі, яғни жасанды интеллектке жатады толықтай. Мысалы үшін осылай слайдты басасыздар, яғни бұл ақыл додасы бөлек тұрда, өйткені слайдқа салсаң памяті көбейтіп кетеді. Тек екі-ақ слайд жатады. Міне бір дегенді бассаңыздар осылай сұрақ шығады. Катеттері берілген, яғни бұрышты үшбұрыштың ауданын табу керек. Осылай беріледі, егер дұрыс болса жасыл жанады. Сосын ортасын бассаңыз осылай жауаптар негіз шығатыныздар. Одан кейін екінші есеп катеттері берілген үшбұрыштың ауданын табады. Қате болса қызыл жанады. Мінекей үшбұрыштың екі қабырғасы, олардың арасында бұрышы берілген, яғни оқушы табу. Қате болса қызыл шығады. Төртінші есеп А және Б қабырғалары мен олардың арасында альфа бұрышы бойынша үш бұрыштың ауданын тапты. Онда ДМ деген әріптер, синус альфа 45 градуста мәнін табады, есепті шығара салады, ешқандай қиындығы жоқ. Өте қызық, 10 есеп бар жалпы, көрсеңіздер. Осы 10 есепті балалар шығару керек. Үш бұрыштың қабырғалары берілген, ауданын табу. Герон формуласына салып шығарады сіздер. 10 есепті ашып көрсетіп қояйын. Барлық оқулықтан алынған, қамыжда көрсетілген өте қызық әдіс. Енді сіздерге слайдын көрсетейін. Барлығын бір слайдтан қойдым, тек ақыл додасы ғана бөлек тұр әріптестер. Осы жерде енді пока слайдқа қоясыздар. Мына жерде жасанды интеллект тақырыбы барлық тұр. Мұндай оқушыларға мотивация. Математика ойдың гимнастикасы, шексіз мүмкіндіктерді ашатын өнер. Сандар үндес болса, тәртіп туат, формулалар сөйлесе, шындық көрінеді. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Енді осы жерде сұрақтар адамды ойландыратын оқушыларды солай ойды қозғайтын, миды қозғайтын сұрақтар былайша айтқан кезде. Жаңа идеяны асыру үшін не қажет? Болашақта мен ойлап табатын зат, керемет сұрақтар енді. Мына роботтар арқылы топқа бөлініп, робот үстін басса, топтарға жайғасады. Солай басып өздерінің топтарына отырады. Егер оқысаңыз 22-ден көп болса, мына слайдты көбейте саласыздар әріптері. Сосын үй жұмысына принтер әдісіне қойдым. Қабырғалары 5 см, 12 см, 13 см болатын үш бұрыштың ауданын табыңдар. Одан кейін ой сандық әдісі, миға шабу, алтын сандық бізде. Қабырғалары берілген, АВ мен мына жерде АВ емес па, ВС болу керек, екеуі 20 см, яғни тең берілу үш бұрыш. Мінекей,
биіктік жүргізілген, солай формула арқылы аудан табады. Сосын келесі экранға өтейік. Топтық тапсырма, бұл да күшті есептер үшбұрыштарға берілген дескриптор арқылы осыны жауаптарымен көрсетеді слайдта. Сергіту сәті мына YouTube сілтеме бассаңыздар мына қойылады. Мен қазір алдын көрсеткен музыкасы бар, сол үшін маған YouTube-ға салып біреудің аттары болған музыка. Келесі жұптық жұмыс, мына параллелограмм ауданын табуға қағаздарды қырып бересіздер оқушыларға. Дескриптормен мына жұмысы тұр, жұптық жұмыстың жауабы тұр. Одан кейін жеке жұмысқа ақыл додасы, осы жерде мына слайдта шығасыз да, жаңа ақыл додасына кіре саласыз ғой. Ой додасы деген әдіс бар еді, жаңа ақыл додасы, ой додасы дейді. Сосын бағалау, міне оқушының аты жөндерін жазып қоясыз. Өңдейсіз, бұны аты жөндерін өшіріп өзіңіз оқушыларыңыз. Міне үй жұмысын орындады, осылай. Сіз бұны ең соңында көрсетіңіз да, бұны ал сабақтың басында оқушыларға парақ беріп қойыңыз. Әр топқа өздерін бір-бір топ басшыларын сайлап, солар бағалап отырады. Әркім өздерін оқушылар. Сіз ең соңында бүйтіп жазады, 2-3 минут уақыт кетеді. Осылай басса, оқушылардың қай нәтижеге жеткенін көре аласыздар. Сосын рефлексия бар. Рефлексияда бүгінгі жұмысым оңға лайық. Немесе сабақты түсіндім деп сөздер орнын ауыстырсаңыздар болады. Ешқандай қиын емес. Енді сіздерге Kahoot-ты көрсетейін. Kahoot-та осы үшбұрышпен параллелограмм бізде, бұл жерді ашып көрейік. Бұл жерде параллелограммға байланысты есептер шығу керек. Біз тексерейік. Өйткені жаңа ой додасына үшбұрышты алдым ғой. Енді Kahoot-та параллелограммды аламын. Өте қызық әріптестер. Мына жерде сілтемені бассаңыздар кіріп кетіп жатыр. Болмаса оқушыларға телефонына жаңағыдай сілтемені жіберсеңіздер болады. Немесе жаңағыдай QR кодқа қойып қойсаңыздар болады сілтемені. QR кодтар көп қойып қойсаңыздар болады. Сосын мына Play Solo деген шығады астыңғы жақта, осыны басады оқушылар. Сосын Classic Solo дегенді басады. Мінекей Classic Solo'ны басады. Classic Solo'ны басқаннан кейін тапсырмалар шығатын болады. Қазір интернет жайылып қалды ма менде. Міне Classic модулын басады. Сосын мына жерге атын жазса болады. Мысалы, мақсат деп, сөйтіп OK Go деп кіріп кетесіздер. Есептері өте қызық. Мінекей осылай шығады. Дауыс шығып тұр, көрдіңіздер ме? Мына дөңес бұрыштың бұрыштарын қосындысына өрнекті көрсетті. Басқа Kahoot-ты ашып, басқа сайсы. Қазір неге байланысты Kahoot-ты көрсетемін. Мына жерде тұр ғой. Айып етпеңіздер, басқа тақырыптың Kahoot-ын ашып жібергем. Ал енді біздің тақырыбымызға сай Kahoot мұнда тұрады. Қазір ашылады, сол кезде көрсетемін. Классик модулын басасыздар. Сосын мері атын жөнін жазасыздар. Есептерін қымызға қойып қойған ғой жауаптарын бәрі. Мінекей дауыс сөз. Диагоналдары берілген, осы аудан табу керек. Диагоналдар 3-2 см. Жауабын шығару керек. Оқушы уақыт жетеді, 1,5 минут. Осы уақыт аралығында шығару керек. Диагоналдар орнын сызады. Пифагор теоремасы арқылы қабырғасын тауып, қабырғаны